Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Атом электр станциясының реакторларының түрлері. Бұл дәрісіміздің тақырыбы. Сіздермен өткен дәрісімізде 5-ші видеода бу турбинасының жұмыс істеу принципі және атом электр станцияларының бастап танысқан болатынбыз. Сол дәрісімізді одан әрі жалғастырамыз. Атом электр станциясы ядролық реакциядан шыққан жылу энергиясын пайдаланады. Атом электр станциясының негізгі элементтері бұл ядролық реактор болып табылады. Жылу бөлігіндегі атом электр станциясының сұлбасы әртүрлі нұсқаларда жүзеге асырылады. Келесі суретте, төмендегі суретте ядролық реакторы бар электр станциясы үшін жоспарлардың екі тізбекте көрсетілген жаңағы схемасы сұлбасы келтірілген. Бұл схема реактордан, бұл генераторынан, екінші турбинадан, генератордан, трансформатордан, турбина конденсаторынан, конденсаттық насостан, циркуляциялық насостан тұрады екен. Әлемдегі ядролық реактордың 90% бұл электр энергиясын өндіруге арналған реакторлар, жеңіл сулы реакторлар болып табылады. Сумен немесе қайнаған сумен жұмыс істейді. Ядролық реактордың көптеген түрлері атом электр станциясының жұмыс үшін қолжетімді болып табылады. Және де ядролық реакторлардың барлық түрлері бірдей мақсатта жұмыс істейді. Алынған су буын турбиналар жетегіне айдап, генераторды іске қоса отырып, электр энергиясын алады. Ядролық реакторлардың барлық үлгілерінің екі түрі бар. Сумен болатын су ядролық реакторы және қайнаған сумен болатын ядролық реактор. Сумен болатын су реакторы әлемдегі ең көп тараған қолданылатын реактор болып табылады. Атом электр станциясының шектелуі. Атом электр станциялары оларда орнатылған реакторларға сәйкес шектеледі. Отын атомдарының ядроларының нейтронды сіңіру ықтималдығын арттыру үшін арнайы лабораторияларда қолданатын жылу нейтрондардағы реакторлар. Нейтронды реакторлар. Шығарылған энергия түріне қарай атом электр станциялары келесі түрлерге жіктеледі екен. Тек электр энергиясын өндіруге арналған атом электр станциялары электр энергиясында, жылу энергиясында өндіретін атомдық жылу электр орталықтары. Атом электр станцияларының жұмыс принципі. Атом электр станцияларының негізгі жұмыс принципі ядролық реакциялар кезінде бөлінетін жылу энергиясын электр энергиясына айналдыру.
Кез келген энергияны өндіру үшін отын қажет. Басқа электр станцияларымен салыстырғанда атомдық бұл ең үлкен үнемді болып табылады. Кез келген кәсіпорын сияқты атом электр станциясында да қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Тек бұл жағдайда оның талаптары жоғарылайды. Өйткені апат болған жағдайда үлкен кеңістіктегі сіңіретін үлкен әсері алынады. Осымен 5-ші дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі слайдта дәрісті меңгеруге арналған сұрақтар келтірілген. Инженерлік жүйелер түрдегі сипаттамалары және атом электростанциялары. Келесі слайдта әдебиеттер тізімі келтірілген. Осы әдебиеттер тізімін қолданып келесі слайдта әдебиеттер тізімі келтірілген. Осы дәрістерге қосымша әдебиеттерді қолдануларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.